Good day guys, how are you doing? What's new? Құрметті достар, сіздермен біз бүгін workbookта 12-ші беттегі 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші тапсырмаларды талқылайтын боламыз. 12-ші беттегі 1-ші тапсырмада тақырыбымыз living non-living things, яғни тірі және өлі табиғат. Алдыңғы тақырыбымызға байланысты. Енді тапсырмада look at the picture and complete the crossword деп берілген, яғни суретке қарап кроссвордты толықтырыңыз. Бірінші суретте skateboard, яғни skateboard, екінші scarf, шарф, үшіншіде сағат watch, төртінші бізде каска helmet. Бесінші торкөзде біз тасбақаны көріп тұрмыз, tortoise, алтыншы жылан snake, жетінші кроссовки trainers және соңғы перчатки дегеніміз gloves. Workbooktағы 12-ші беттегі келесі тапсырмамыз parts of the body, label the parts of the body, яғни дене мүшелерін ерекшелеп жазып өтетін боламыз. Суретке қарасақ, бізде бірінші head, бас, екінші eye, көз, үшінші ear, құлақ, төртінші hair, шаш, бесінші face, бет, жүз, алтыншы nose, яғни мұрын. Жетіде hand, 8 arm, 9 knee, 10 leg, 11 ankle, 12 foot. Енді осы дене мүшелерінің атауларын жаттап алыңыздар. Құрметті достар, 12-ші беттегі 3-ші тапсырмаға көшейік. Match the opposites, яғни антоним қарама-қарсы мәндегі сөздерді сәйкестендіріңіз. Young, old, жас кәрі, short, long, қысқа, ұзын, thin, fat, арық, семіз, big, small, үлкен, кішкентай, кіші, tall, short, ұзын, бойшаң, қысқа, аласа. Сонымен достар, 4-ші тапсырмаға да келіп жеттік. 2-ші және 3-ші жаттығудағы сөздерді пайдалана отырып, берілген сөйлемдерді өзіміз туралы шындық фактілермен толықтыратын боламыз. Мысалы, I'm tall, мен бойшаңмын. I've got small nose, менің мұрным кішкентай. I'm not old, мен кәрі емеспін. I haven't got big ears, менің құлағым үлкен емес. My friends are thin, менің достарым арық. My friends aren't fat, менің достарым семіз емес. Сонымен достар, сіздермен бүгін workbooktағы 12-ші беттегі 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші тапсырмаларды талқыладық. Пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye, guys!